қазақстан чемпионатының іріктеу кезеңі бүгін осында өтіп жатыр. Сонымен бүгінгі бағдарлама әдеттегідей құнан бәйге, топ бәйге және аламан бәйге жарыстар өткізілмек. Сонымен қатар жорға жарысында жоспарланған көрермендерден ұлттық спортқа деген өте зор байқап отырмыз. Сонымен бүгінгі нәтижелердің жарысын бірге тамашалайық. Астананың аламан бәйгесіне еліміздің бірнеше өңірінен ат баптаушылар 80-ге жуық тұлпарын әкеліп қосты. Құнан бәйге 10 шақырымға, топ бәйге 16, жорға жарыс 9, ал аламан бәйге 23 шақырымға созылды. Әр жарыста мәрені алғаш кесіп өткен үштікпен қатар 4-ші және 5-ші келгендерде ақшалай жүлдемен марапатталды. Жалпы жүлде қоры 23 миллион 500 мың теңге. Балдарды әдейі алып келдік, әдейі ақпаратты іздеп, алдында телевизорден көрген едік, содан кейін осы жерге Астанаға келіп, как раз келіп, осы жерге балдарға көрсету мақсат, міндет түрде, қазіргі заманда балдар көрмейді ғой, бәрі қалада, ары-бері мектепте шықпайды. Мына жерде осында мүмкіндік туып тұр, келіп, көріп, ат нышанын жұтып, бірталай күшті сәйгүліктерді көріп деген, сол мақсат. Алдымен 10 шақырымдық құнандар жарысы өткізілді. Жалпы бәйгенің бұл түрі күштілікті, шыдамдылықты, ептілікті әрі бәйге аттарының ерекше төзімділігін қажет ететін аламан бәйгеге дайындық болып есептелінеді. Оның қорытындысы осылай тізбектелді. Сәйгүлік сүрінбей, шабандоз шалынбай, шаршамай келсе сол игі. Ал аттың бабы келісіп, шабандоз шарықтай білсе, жеңімпаз болуы әбден мүмкін. Бұл ретте жеңіске жетелейтін жокейлер жетекшілерінің ерен еңбегінде атап өту керек. Маған айтып кетші, нормальный болса. Нормальный ма? Болды, отыра бер. Бәрі озамыз деп келіп отыр. Қаншама сәйгүлік. Сіз де озамыз деп келдіңіз бе? Бәрімізде сол бір ниет қой. Дұрыс. Енді маған түсіндіріп беріңізші, қолыңызда не, рация? Рация? Баланың құлағына рация салып қойғанбыз. Бағыт-бағдар беріп отырамыз. Қай жерде қалай қылу керек, соған не беріп отырамыз. Приказ дейді ғой. Солай беріп отырамыз. Бұл жұтпай сіздің айтқаныңыздың бәрін орындайды. Бұл орындауға тырысады. Шамасы келгенше енді қанша дегенмен ат бәйгеде делебесі қозып тұрады. Қанша тарт, жіберетін жер жібер. Шамасы келгенше енді. Енді қараңызшы, мысалы, жеңіске жету бәйгеде шабандозға неше процент байланысты, бапкерге қанша процент, сосын жаңағы сәйгүліктің өзіне қанша пайызы байланысты бөліп есептегенде шамамен айтқан сіздің пікіріңіз? Бірінші жүйрік ат керек қой. Жүйрік ат керек. Сосын маңдайға бақ керек. Бап керек, бәрі керек қой. Бақ шаба ма, бап шаба ма дейді? Ат шаппайды, бап шабады, бап шаппайды, бақ шабады дейді. Соның бәрі қатар келген кезде бәйгені ұтасыз ғой. Жүйріктер жарысына келмеген жергілікті халық көп қызықтан құр қалды. Бүгін мұнда ән де бар, сән де бар. Атақты өнерпаздар әсем әуеннен шашу шашса, ұлттық киім байқауына қатысқан сұлулар ұлт ажарын асқақтатты. Айтпақшы, осы конкурстың өтуіне 1 миллион теңге көлемінде жүлде қоры тігілді. Оның басты демеушісі Байболсын аграрлық нарығы компаниясы болды. Неше айлық сәби? 6 айлық сәби бәйге көруге келген екен. Анасымен тілдесек. Сәлеметсіз, сіз бүгін костюмдер жаңағы ұлттық киім жарысына қатысып жатсыз, иә? 4 костюммен келіп қатысып отырмын. 4 түрлі образда шығасыз ба? 4 түрлі костюм. Қасымда отырған барлығы менің дайындаған образдарым. Сіз сонда дизайнерсіз ба? Иә, дизайнермін. Барлығы менің қолымнан шыққан бұйымдарым. Достар, міне топ бәйгенің 3-ші айналымы өтіп жатыр. Айтпағым негізі ипподром міне менің сол жақ қапталымда, сол жақ тұсында. Ал бұл жерде айталық бәйгенің шын жанкүйерлері жиналған. Яғни бұл жерден шабандоздардың келуі барлығы анық көрінеді. Және де бұл жерде көбінде өздерінің сәйгүліктерін осы жарыс жолына алаңына шығарған жылқы иелері де бар. Сарыарқаның сайын даласының самал желі аттардың шаршауына шама бермеді. Спорт болғаннан кейін түрлі жағдай болады. Міне мысалы артымыздағы көрініс топ бәйгенің айналымында жылқының шабандозға бағынбауына байланысты
енді яғни ешқандай оқыс жағдай болған жоқ. Бұл жарысқа қатысушылар айналымнан шығып қалды. Бұл спорттың түрі қашанда жеңіл болмаған, мықты тактика мен табандылықты талап етеді. Ендеше топ бәйгеде топ жарып шыққандар тізіміне тоқталайық. Сен топ бәйгенің жеңімпазы атандың, бірінші болып кеттің? Неше жастасың? 11-де. Қашаннан бері жылқыға мініп жүрсің? 9 жасымнан. 2 жыл болды ма? 2 жылда қанша рет жеңіске жеттің? Көп жеңіс алдым. Неше рет? Не? Есептей алмайсың ба? Аламан бәйгенің де ұйымдастырылу дәрежесіне мін жоқ. Бәйгаттары жақсы бапта келгені көрініп тұр. Бірінші болып келген жүйрік жылқы Талхиз сөреден шыққан сәттен алдыңғы лектегі шабандоздардың қатарынан шауып отырды. Осылайша ұлттық спорт жанкүйерлері тағатсыздана күткен 23 шақырымдық аламан бәйгеде Талхиз лақабаты бар тұлпармен Бекзат Білдахан мәреге бірінші жетіп, көпшіліктің қошеметіне бөленді. Одан кейінгі орындарды Арнат Мұратхан мен Арнұр Саматұлы иеленді. Сонымен, сіздердің қошеметтеріңізбен 1, 2. Қазақтың кең даласы астанада өткізілген бәйге аяқталды. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген шабандоздар, жеңіске жеткендер өз мақсаттарына жетті деген ойдамыз. Ендеше Қазақстанның бәйгеден іріктеу кезеңі келесі күндері 26 тамызда Павлодар қаласында өткізілмек. Ендеше сол жаққа қол жеткенше.